Еш бір егет ақыл есінен, сен нешік шындай бәқітлі ғайлы құралдың. Бүтін кіші сені құрмет ете, сена кеңеш сұрап келе. Айт әлі, мұның сірі нәрседе дейіп сұрай, еш егет. Ақыл есі елмайып, әйді, ертібізға ауыз, қонағыбыз болырсың дей. Қонақ ертқа кіргеш, қожа қатынын шақырада, қадірлім, бәлішке қамыр әзірләлі дей. Қатыны ярар деп жауап бере. 20 минуттан қатыны еріне янына шығып, қамыр әзір дей. Аңа ең яқшы майыбызны һәм шикләуікләрімізді сал. Анлары ешік алдынан біраз балшық алып кіріп, үсті һәм пішірірге қойды. Қатыны мұнысына да ярар деп башқа сөз айтмеше жауап бере. Бірер сағаттан қатын қолына бір сәйір бәліш тұтып шыға. Біз әлбәтті бұл бәліштен ашамайышақпыз. Аны орамдағы доңғызларға шығарып берді ері. Қонақ ақиты, міне сеңа мә. Мұндай халінің болуы да мүмкін екен бейт. Қатын бір тапқырда қарышмыша ері нәрсе айтты, шыны өтеді. Бұл еш егітті үйіне қайтып, тәжірибе асап қарамақшы бұла. Бұсағадан оқ, қатын, қамыр қой әлі дей. Қатыны, үйде пішкен ризық көп болғанын аша деп түксігіне жауап бере. Шыннан соң егет тағын ақыл есі янына келіп сұрау бере. Не үшін сенің қатының нәрсе құшсаңда тыңлайды? Әменеке yok дейді. Сәбәбі ғади дияның ақыл есі. Сіздің арағызда ихтирам хиси yok. Сіздің екіңізге де бір-біріңізні құрметлерге үйренірге керек. Һәм бұл үшін сен өзіңнен башларға тиішсің дей ақыл есі. Үлкен яштағы бір ұстаз шәкіртлерін янына шақыра да алдына түрлі зұрлықтағы ташлар һәм құм құя. Пыяла сауыт алып, аңа башта зұр ташларын тұтыра, сауыт толғаш шәкіртлерден толды му деп сұрай. Толды деп жауап берелер шәкіртлер. Аннан соң вақ ташларын сала. Алар зұр ташлар арасынан асқа тәгәрәп түше башлай. Бірінші тапқыр сілкіткеде болғаш, сауыт яне тола. Ұстаз тағын сұрай. Толды ма? Дей. Толды дейлер шәкіртлер. Шуннан соң әкіріңіне құм сала башлай. Вақ һәм әрі ташлар арасында қалған араға құмда кіріп тұла. Қазір мен сіздің шушы сауытта өз тұрмышығызны көруіңізді тілер едім дей. Ұстаз. Әрі ташлар тұрмыштағы мүхим әйбірлер. Кішінің түп шығыллары, сәлемәтлігі, ғайләсі. Бұлар сіздің тұрмышығызда түп ұрынын алып тұра. Вақ ташлар әхәметі кемірек болған әйбірлер. Тұру ұрынығыз, әйлене терегіз, ғұмымен яшау шартларығыз. Әқым тұрмыштағы вақ тиегішлер. Күндәлік ығызығы. Әгер сіз сауытқа башта құм тұтырасыз екен, ол вақытта зұр ташларға орын қалмайышақ. Тұрмышта да шулай. Әгер бүгіттен иқтибарыны вақ тиек мәселелерге енелсәгіз, зұррақ әмәлләрге дүріксірегі түп вазифағызға көңілгізді орын қалмайыша. Яшауыз құм кібік тозаннан ғана тұрашақ деп аңылатқан ұстаз.